Құрлық әскерлері елдің сенімді қорғанышы. Стратегиялық нысандар мен республикалық маңызы бар қалаларды қорғау солардың еншісінде. Әсіресе десанттық шабуылдаушылар құрлық әскерлерінің бетке ұстарлары болып есептеледі. Сол себептен де елорданың қорғанысы десантшыларға сеніп тапсырылған. Астана іргесіндегі қанатты гвардияшылардың дайындығымен тілшіміз танысып қайтты. Қым-қуыт атыс шабыс, қару асынған лаңкестер. Жау тұтқынында қалған азаматтарды құтқару үшін десантшылар бір кісідей лап қойды. Астана үшін жауапты болғандықтан, жуырда қала ішінде ұрыс жүргізу машықтары қолға алынған. Жоспар бойынша бәр ойдағыдай. Алда-жалда шын сынақ келсе, жауынгерге қиын соқпас үшін күнделікті дайындықтары пысықталады. Қайрат, жігер, өжеттілікті қажет ететін сан түрлі кедергілер аймағы да сарбаздарды шыңдауға бағытталған. Қолда бар заттың бәрін қару қылып пайдалану десантшыларға тән артықшылықтардың бірі. Тіпті шағын күректерінің өзін көздеген жерлеріне дөп тигізіп жатыр. Алайда десантшы үшін ең бастысы парашютпен секіру. Десанттық сарбаздар әскерге келгенде алғашқы 2 аптасын дайындықпен өткізеді. Әуелі парашютті жинауды үйренсе, содан кейін жерде секіруге машықтанады. Ал, сәттілік тілейік. Бұл да дайындық. Жалпы сарбаздар жоспар бойынша жылына 2 рет парашютпен секіреді. Мұндағы жауынгерлер ұлтқа, аймаққа, жасына қарай жіктелмейді. Олардың отаны Қазақстан, ұлты десант. Бұл үлкен бригаданың міндеті еліміздің, елордасы Астанамыздың іргесін қорғаудамыз. Елордасы Астанамыздың осындай абырой міндетте жүргеніме өте қуаныштымын. Бақытнұр Әлбай, Мейірман Смағұлов, Еуразия бірінші арнасы.